Сәлем балалар, қалдарың қалай? Балалар, мен сендермен тағы да бір қызық ойын ойнағым келіп тұр. Ол ойынға бізге мына қорапша көмектесетін болады. Қараңдаршы, қандай қызық қорапша, ішінде не бар екен? Көрейікші, кәне ашып бірге. Вау, балалар, қараңдаршы, қандай керемет. Кәне ашып көрейікші. Ой, қандай керемет түймедақ гүлі бар екен, балалар. Ал мыналар не екен? Бұл көбелек қой, балалар. Көбелектер қандай? Көбелектер неге қонады? Дұрыс, гүлге қонады ғой көбелектер, я? Балалар, ойынымызды енді бастайық. Бірінші мен бір тасты ғана лақтыратын боламын. Қандай түсті? Ақ, әрине, ақ көбелекті тауып көрейікші. Міне екен, балалар, ақ көбелек, я? Ал балалар, ойын барған сайын күрделене түседі. Енді екі тасты қосып лақтырып көрейік. Ақ және қызғылт сары. Ақ және қызғылт сары түсті. Міне балалар, қараңдаршы. Ақ түсті өрнектері және көбелек қызғылт сары түсті екен. Енді үшінші тасты қосып лақтырып көрейік. Не қараңдаршы, балалар. Сары, жасыл және ақ. Сары, жасыл және ақ. Міне ғой, балалар. Сары, ақ, жасыл түстері бар. Көрдіңдер ме, балалар? Осылай менің неше көбелегім жиналды? 1, 2, 3 көбелек жинадым. Осылай ең көп жинаған бала жеңіске жететін болады. Балалар, бұл ойын құралдары арқылы тағы да бір ойын ойнауға болады екен. Ол үшін бізге мына көбелектері бар карточкалар көмектеседі. Қараңдаршы, қаншама, я? Осының ішінен біреуін таңдап алайық. Көбелектің түсі қандай? Көк, я? Ал көбелектің қанатында қандай пішіндер көріп тұрсыңдар? Дұрыс, сопақшалар ғой, я? Сопақшалардың түсі қандай? Ақ екен. Енді дәл осындай көбелекті тауып берші маған. Іздейміз, кәне, іздейміз. Міне ғой, балалар, дәл осындай көбелекті таптық. Көрдіңдер ма? Енді екінші карточканы алып көрейік. Бұл жерде де, балалар, бұл үшінші түрі ойынның. Бұл ерекшелігі тек біз көбелектің қанатындағы пішіндерді тауып үйренеміз. Дәл осы көбелек, оның ішіндегі пішінмен сәйкес болатын көбелекті тауып көріңдер, кәне. Ал тауып көрейік. Іздейміз. Міне ғой, балалар, мінекей. Мына көбелектің көлеңкесі тәріздесе, қараңдаршы, балалар. Көлеңкесіне қарап көбелекті танып тұрмыз. Оның қанатындағы пішіндері қандай? Я, шаршылар екен. Жарайсыңдар. Балалар, көрдіңдер ма? Сендерге қандай керемет ойындар дайындап қойдым мен. Бұл ойындарды ойнау бізге өте пайдалы екен. Келесіде бұдан да қызық ойын ойнайтын боламыз.